Сәлем достар, бұл Ильяс Түстікбаев арнасы, бүгін кезекті подкастымыз. Бүгін бізбен бірге қонақта қазақ киносы мен комедиясында өзіндік қолтаңбасы бар актер, режиссер әрі продюсер Ерлан Қасымжанұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Ерлан Қасымжанұлы бізде «Побег из аула», «Келинка Сабина», «Мяу», «Тамаша», «Бумеранг» сияқты фильмдерден көрерменге жақсы таныс. Сонымен қатар «Бастық боламын», «Туысқандар», «Бюро», «Япырай», «Майдин», «Ұят» жобалардың режиссері және де продюсері. Ерлан мырза, бүгін біздің подкастымызға келіскеніңізге үлкен алғыс білдіремін. Енді бізде подкаст бұл әртүрлі тақырыпта, жалпы жастарға, қоғамға қызықты спикерлер шақыра отырып, ақпарат бөлісу. Онда подкастымыз бастайық, дайын болсаңыз. Енді алғашқы сұрақтардың бірі, көрерменіңізге қызық болсын, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, қай жерде дүниеге келдіңіз, балалық шағыңыз қай жерде өтті, отбасыңыз туралы? Мен өзім Алматы қаласының тумасымын. Алматы қаласында Әуезов ауданы, Абай Алтынсарин көшелерінің қиылысы, микрорайондар дейді. Сол микрорайондарда туып өскен жігітпін, сол жақта мектеп бітірдім. Одан кейін Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетке түсіп, педагогика, психология мамандығы бойынша бакалавриатты бітіріп, магистратураға заңгерлікке түсіп, оны бітіріп, параллельно бірінші курстан бастап КВН ойнап, сол бірінші курстан бастап, сол кездегі КТК телеарнасындағы «Наша Казаша» деген творчестволық ұжымға кірдім. Содан солармен жұмыс істей бастадым. Содан бері сол телевидение саласында жұмыс істеп жатырмын. Бірақ мамандығым мүлде бөлек, жұмысым басқа салада. Жалпы өзіңіз айтқандай КВН-мен айналыстыңыз, ең бастапқы жолыңызда. Жалпы сол бойынша толығырақ айта аласыз ба? Қай командада бастадыңыз, және де ол жігіттер қазір қайда, немен айналысып жүр? Мен ойымша КВН жалпы сол аралықта туылған балалардың, жігіттердің негізгі әуестеніп бір ойнайтын жақсы бір площадкалардың бірі болды деп айтылым. Балалардың тәрбиесіне жалпы 90-шы жылдар, 2000-ші жылдардың басында Қазақстандағы КВН-нің даму тарихының куәгері болдым. Жалпы бала кезден қатты қызықтым. Масляковтағы болып жатқан жоғары лига ойындарын кассетаға жазып, оны қайта-қайта көріп, шуткаларын былай зерттеп, подачалар қалай, структурасы қалай деген. Өзімнің туған ағам сол КВН саласында жұмыс істеген. Қазақ тілді КВН ойындарының бастаған командалардың бірі. Сол кезде ойнаған. Сондықтан да мен сол 90-шы жылдары «Новые армяне» деген сол кездегі чемпиондар Алматыға гастрольмен, сапармен келеді. Мен баламын сол кезде, 9 жасар, 10 жасар боламын. Студенттер сарайына барып тұрып, КВН-дерін көріп, күліп сөйтіп қайтатым. Өзім 2001 жылы ағам сол Политех университетіне түскеннен кейін Технар Политех деген команда жинайды. Сол кезде олардың қарсыластары аграрка сарбаздары деген командалар. Орыс тілінде болады ма? Қазақ тілінде болады. Сөйтіп мен Борис Николаевич Ельцинге пародия жасап, сол кезде алғашқы үлкен сахнаға шыққан бір эпизодым бар. Дауысын келтіріп, Политехтің қыздары шашымды бояп, әппақ қып, сөйтіп кәдімгідей Ельцинді қазақша сөйлетіп сөйтіп қойғанбыз негізі. Сондай бір қызықты оқиға болды. Содан кейін жалпы мынау КВН-нің сахнасында тұрып, КВН көрерменнің овациясын сезінген ол бір ерекше бір сезім, басқа бір сезім. Бір белін, бір кәдімгі воодушевление дейді ғой, сондай бір ерекше сезім болады. Сондықтан да сондай бір овацияларды ұстауға тырысасың негізі, сол үшін жұмыс істейсің, репетиция жасайсың. Одан кейін қандай командалар болды? Жалпы мектептен басталды. Мектепте КВН ойнап, сол кезде бірінші Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дауысына пародия жасау сол кезден басталған. Одан кейін университетке түскеннен кейін сол кездегі екі үлкен команда бар. АГУ командасы, 101 Алматинец командасы. Екеуі екі лигада ойнайды. Сол кезде маған олар финалға жетіпті. Мен бірінші курсқа енді түсіп жатырмын. Сөйтіп олар сол командаларына шақырып, бір лигада вице-чемпион, екінші лигада чемпион болдық. Открытый лига КВН Қазақстана деген болды. Сол кезде 101 Алматинец командасы чемпион болды. Құрамында Рүстем Омаров,
осы Талдықорғанның тумасы. Иә. Әділбек ағайымыз осы Талдықорғанның тумасы. Мейірхан, Мейіржан, сол кісілер барлығымыз Қазақстан чемпионатын ұттық. Өте бір жақсы бір есте қалар кез болды сол. Бірінші курстан бері сол салада, содан кейін сол Назарбаевтың дауысын танығаннан кейін Наша Казаша ұжымына шақырды. Ол кезде Наша Казаша ең бір дүрілдеп тұрған коллективтерінің бірі болып тұрған. 2000. Кімдер бастады Наша Казаша? Дауыт Шейхисламов, Нұртас Адамбаев, Сәбит Рахимбаев, Мақсат Мамраимов. Bir, екі, үш, кімон егітлер, кімон дейді. Және өзіңіз айтып жатсыз ғой, сахнада тұрып овация, жаңағы халықтың қошеметін көрдім деп. Ары қарай осы саламен айналысып кетуге, өзіңіз айтқандай мен жаңағы оқыған дипломыңызбен жұмыс істемедіңіз ғой, бірақ та өнерге бет бұрып кеттіңіз. Сол халықтың көрермені қошеметін әрдайым сезіну, көру үшін бе өнерге бет бұрып кеткеніңіз, әрдайым осындай бір овацияны ұстау ма? Менің ойымша, оны мені кейін білдім, жаңа педагогика, психология факультетіне түскеннен кейін әр балада бір қабілеттер болады да. Кейбірлері физиканы жақсы көреді, математиканы, дүниежүзі тарихын, әдебиет. Мен сахнаға жақын болдым, бір қойылымдарды қойғанға, бір нәрселерді ойнағанға. Сол кезде бірақ кейін ойлап қарасам, мысалға актерский мектепті бастаушы Константин Сергеевич Станиславский өзінің еңбегінің 50-60% еңбегін психологиядан алған негізі. Сондықтан психология мамандығы өте әмбебап, универсальный мамандық негізі. Ал заңгер мамандығына түсуге кім себеп болды? Оны мен өзім ойладым, болашақта енді заңгер әскери кафедраны бітіріп алдық. Абай атындағы университетте лейтенант, запастағы лейтенант деген шеніммен бітірдік. Болашақта кім білен деді, бірақ магистратура керек болады, оның ішіне заңгерлік керек болады, аясы кең, қолдану саласы көп, заңгерлікті таңдаған дұрыс деп 2 жылдығы болды, 1 жылдығы болды. Профильный дейді, сол 1 жылдығын бітірдім магистратура. Құқық қызметі керек болады деп ойладыңыз ба? Иә, болашақта. Осы 2 мамандық жаңа сіз айтқан, қазіргі істеп жатқан қызметіңізге жалпы өмірде пайдасын тигізіп жатыр ма? Белгілі бір өзінің септігін тигізу керек қой. Иә, негізі педагогикада, психологияда, мысалға адам тақырыбындағы жаңағы мамандықтар дейді ғой, адам техника, адам табиғат. Адамның жүрегіне, эмоциясына әсер ету үшін ол психология, ол сценарий жазған этапта да керек, жаңағы сериалды жүйесін құрастырып дайындық кезінде де керек, съемка кезінде де керек, монтаж кезінде де керек. Сондай негізі өте жақсы мамандықты таңдағым кезінде деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, жаңағы пародия салып бастадым деп белгілі бір адамдарға. Шынымен де енді жайдарманда немесе жаңағы КВН дейміз ғой, КВНда ойнап жүрген кезде бұл белгілі бір кішігірім топқа арасында белгілі болсаңыз, жалпы халыққа бір әлеуметтік желінің дамыған заманы сол кездерде басталды. Осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дауысын салып, жалпы көпшілікке танымал бола бастадыңыз. Бұл жалпы образ қайдан шықты, ол кісінің дауысын сала алады екен деген қайдан шықты негізі? Бұл бір қызық оқиға болды. Негізі мектепте оқимыз ол кезде. 8-9 класс оқимыз, кәдімгі қарапайым мектеп, гимназия, микрорайондағы Ғабит Мүсірепов атындағы. Жігіттермен тұрып, бұл жалпы мысалға Россияда Галкин әртүрлі пародиялар салады, Путинге дейін салады, Джордж Бушқа дейін салады, Америкада президенттерді, Францияда президенттерді салып жатады, бізде Қазақстанда жалпы Назарбаев қалай сөйлейді деп қалып бәрі. Сөйтіп мен сәл бір кідіріп қалдым да, құрметті қазақстандықтар деп қалып едім, бәрі күлді сол кезде. Мен де өзім таң қалдым сол кезде, сөйтіп сөйлейді екен ғой деп. Қадірлі отандастар деп, одан кейін жаңағы өзіміз мектептің КВН-нің сахнасында қойып, оның алдында мен жалпы андай бір кейбір мектептің мұғалімдеріне, бір завуч ағайларға сондайға пародия салып өзім сөйтіп жақсы көретінмін негізі. Кім біледі, мүмкін сол кезде бір актерскийға Жүргеновке түсіп кету керек еді ме деп қоямын. Бірақ түспедік. Бірінші бакалаврды бітіргеннен кейін академияға келгем, бірақ түспедім. Ары қарай түскім келмеді. Қазір емес, сол кезде бұл бір ерекше жайт еді.
көпшілігі мысалы әзілдеуге бата бермейтін, иә. сол кезде сізге қандай да бір сондай ойлар болды ма, біреулер жасама қой деп айтпа деп? Ондайлар болды, бірақ мен ойлаймын, біз негізі кішкене андай демократиялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз негізі. Ондай сен неге бүйтіп жатсың, сен неге сөйтіп жатсың деп болған жоқ, бірақ басында бір енді ғана шыққан кезде деканым айтты, ондайды қоя қойшы, қайтесің, Қалай болады екен? қалай болады екен деп. Сенің шашың кетеді, менің басым кетеді деді, ондайды қоя қойшы, салмай ақ қойшы деді ешқайда. Жарайды апай деп, бірақ андай үлкен потом КВН-ге шыққан кезде оны салдық. Бірақ кезінде анау бір Никита Михалковтың «Утомленный солнцем» ба бір киносы бар, Оскар алған киносы бар. Сол айтады, актер готов, актер на площадке деген кезде сошел актер в образе Иосифа Сталина дейді. И бүкіл съемочная группа 70 адам орнынан тұра қалды дейді. Оларға ешкім тұрыңдар, Сталинді қарсы алыңдар деп айтқан жоқ дейді. Просто на площадке деген кезде кіріп қалды да, бір үндемей өзінің бір мысы басып кетті дейді. Қаншама ұрпақ уже ауысып кетті дейді. Бірақ әлі қорқыныш па бір бәле қалған дейді, мына жақта да Сталинға деген бүйтіп қалды дейді бәрі жаңағы. Бірақ біз заманымыз енді кішкене бертін келе, мен ойлаймын, андай бір артық кеткен жерлеріміз болған жоқ, оны бір сайқы мазаққа айналдырған жоқпыз. Керісінше анау киносы түсірілген кезде Ақан Сатаев режиссер болған кезде, сол кезде дубляж жасауға маған ұсыныс білдірді. Мен барып пробныйға барып келдім. Сосын бірден бекітті. 3 аптаның ішінде біз дубляжды бітіріп тастадық. Жақсы, енді пародия тақырыбында жаңа бастап кеттік қой. Қазір белгілі бір азаматтардың, қандай адамдардың дауысын салып бере аласыз? Жаңағы Ельцин дедіңіз, мысалы бір 4-5 адамдыкін көрсете аласыз ба? Мен басында болатын андай, бірақ андай дауыс өзгеріп жатыр ма, әлде не болып жатыр ма? Қазір мысалған Нұрсұлтан Әбішұлы четко шығады, ол кісі четко шығады. Кезінде мысалға Ахметжан Смағұлович Есимовке пародия салатын едім. Ол кезінде менің ойымша, енді жастау кезім ба, осыдан бір 10 жыл бұрын бір әдемі шығады. Қазір бір салсам Назарбаевқа кетіп қалатын сияқты да былай дауысы. Одан кейін Иманғали Нұрғалиевич Тасмағамбетовке салғам, Масляковқа салғам пародия. Бірақ қазір білмеймін, дауысым өзгеріп жатыр ма, әлде қазір үйтіп бұрынғыдай бүйтіп келтіре алмаймын. Иманғали Нұрғалиевичті де бұрын бүйтіп кәдімгідей сөйлеген кезде бүйтіп бабына келтіріп бүйтіп сөйлейтін едім, қазір что-то андай сөйлей алмаймын. Сіз бір текстті 4-5 адам дауысымен айтып көріңізші. Дорогие алматинцы, алматинки и алматята. Многие мне задают вопрос про экологическую ситуацию. Этот вопрос мы решили. Мы построим огромный вентилятор, установим его на Коктубе, и он будет сдувать весь грязный воздух в сторону Талдықорғана. Екіншісі. Ассалаумағалейкум әлеумет. Ассалаумағалейкум қадірлі қауым, құрметті астаналықтар. Талғам өзгергенмен талап өзгермейді ағайын. Барлығымыз астанамызды көркейту үшін, гүлдендіру үшін барлығымыз атсалысуымыз керек. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыздар. Ал енді не дейміз енді. Халқымыз сан кезеңдерді басынан өткерді. Талайды көрді, талайға төзді. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан жасай берсін. И вновь Сочи, и вновь фестиваль. Каждая команда, приехавшая в этот замечательный и чудесный город, получает для себя частичку нового. Мы начинаем КВН. Деген сияқты. Керемет, керемет, рахмет. Енді фильм, сериал бағытына келетін болсақ, жалпы бұл бағытқа қалай келдіңіз, неден басталды, кім шақырды, алғашқы туынды қандай болды? Алғашқы туынды сол Наша Казаша деген скетчкомда бір эпизодтық рөлдер беріп жатқан. Ол кезде мен бірінші курсты тәмамдап жатқан кезім. Наша Казаша деген ол кезде енді
жастардың арасында, әсіресе мынау қала жастарының арасында өте танымал тележобалардың бірі болды. Алғашқы жобалардың бірі болды деп айтса болады. Сосын бұл кісілермен танысып, бір командада болып, біраз ивент саласында жұмыс істедік. Сосын ол кісілер КТК арнасынан 7-ші арнаға өтті. Солармен ары қарай «Побег из аула» деген басталды, «Кезетландия» деген жобамыз басталды. «Кезетландия» скетчком жобасынан бөлек «Келинка Сабина» деген кино жобасы басталды. «Побег из аулын» толық метражды көркем фильм жасадық. Сол істердің арасында, басқасында 6-7 жылдай жүрген сондай бір нем бар. Ал бұлардың жаңағы айтылған жаңағы сериал болсын, фильм болсын, бір адамдар түсіріп жатыр ма барлығын? Ол кезде наша казаша кезде Нұртас пен Дауыт бас продюсерлер болды. Одан кейін екеуі бөлініп кетті. Біз Нұртас Адамбаевпен жұмыс істедік. 2016 жылға дейін бірге жұмыс істедік. Нұртас Адамбаев сол сериалдың продюсері, режиссері, сценаристі, актері болды. Сіз де актер болып бастадыңыз осында? Мен актер болып бастадым. Продюсерлік мен режиссерлікке қалай кетіп қалдыңыз? 2016 жылы Нұртаста әбден уже жұмыс істеп жүрген кезіміз. Сол кезде ойладым, енді уже қолымнан келеді, бір сериал жасап көрейін деп Нұртастан батасын алдым да бөлек шығып кеттім. Бір жылдай жүрдім, 9 айдай әртүрлі телеарналармен кездесіп, сөйлесіп, идеяларымды ұсынып, сөйтіп 7-ші арнамен сол 2016 жылдың қыркүйек айында бір үлкен бір телесериал бастық боламын деген 40 минуттық комедия. Негізі қиын жанр. 40 минуттық комедия жасау, бірнеше сезон жасадық, сол 2010-та бастадық. Сәтті болды? Сәтті болды, сәтті жобалардың бірі болды. Телеарна да өте риза болды. Біз де телекомпания ретінде, актерлар да негізі өте жақсы, сондай бір успешный жобалардың бірі болды. Сол Нұртастан бөлек кеткеннің бір несі сол болды негізі. Ол жаңағы продюсерлік, режиссерлік ол сонда оқымай бір 5-6 жыл көріп, күнде сонымен айналысып жиналған тәжірибе ол. Мен ойлаймын, мен сол бакалавриатым сол Нұртастың продакшны болды деп ойлаймын, бакалавр. Что көз алдында сценарийдің, идеяның туындауынан бастап, оны сценариймен жалғастырып, сценарийді бастау, оны жаңағы перипетия событияларына, сюжеттік несіне салу, оның жаңағы шиеленісін табу, оны көркемдеп әсемдеу, оны дұрыс сата білу, оны жұмыстың барлығын ұйымдастыру. Соңғы жаңағы бұл продакшн, телепродакшн, кинопродакшндар завод сияқты да. Практикадан өттіңіз ғой? Практикадан өттім. Бірден практикамен? Мен мына жақта педагогика, психологияны оқып отырмын лекцияда. Түстен кейін жұмысқа барамын да, мен мысалға жаңағыдай сценарийді құрастыру, оны қалай шуткалардың түрлері, одан кейін ивент жұмыстарымыз бар, тойларға дайындаламыз кәдімгідей. Сценарийін құрастырамыз олардың. Ол бар, ол сала бір бөлек, ол кәдімгідей, ол да кәдімгі үлкен тәжірибе. Әртүрлі іс-шаралар, әртүрлі жаңағы мероприятиялардың басқасында жүрдік, ол да бір өте бір қызық дүние болды. Жалпы сол сериалдардың оны қалай түсіріледі, қалай монтаждалады, қалай тапсырылады, соның басқасына жүргеннен кейін өзім түсіндім, негізі дайынмын негізі деп. Негізі. Ал кім, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, Нұртас Адамбаймен ұзақ жылдар болдым деп. Ол кісінің фильмдерін мен жеке өз басым жақсы көрдім. Жаңағы Келинка Сабинаны да қаншама күтіп қарадық, бірнеше рет қарадық. Сіз енді басқаларға қарағанда жанында жүріп көбірек білесіз ғой. Жалпы ол кісінің дінге бет бұруы сол бұрынғы КВН кездерінен басталды ма? Негізі мен ол кісіні әрдайым, ол кісі менен 10 жас үлкен, Нұртасты өзімнің ағамдай сыйлаймын. Өте білімді, өте талантты, жан жақты жігіт, оқыған, андай бір іскер, бастаған ісін, андай бір синдром отличника дейді ғой, вот перфекционизм дейді, сондай бар ода. Бір нәрсе істесе өте жақсы істейін деп. Енді әр адамның өмір жолында әртүрлі нелер болады. Енді 40 жасында дінге келді. Мен енді інісі ретінде
іні досы ретінде бұны басында өте жақсы қабылдадым негізі. Енді қазірде оны нетіп жатқан жоқпын, бірақ менің ойымша мысалы Нұртас сияқты ағамыз әлі талай творчестволық дүниелерді келтіре алатын, жасай алатын адам болғаннан кейін, это же не каждому дано. Писать сценарий, снимать кино. Талант болғаннан кейін ол талантты ары қарай көрсете беру керек, дамыта беру керек деп ойлаймын. Оны сұрап жатқан, маған қызық болып отырғаны, жалпы қазір ол кісі киноиндустриядан кетті, түсінімше. Бұл не әсер етті деп ойлаймын да? Сол нәрсе бір сол кезде орта өзгерді ма, жаңағы енді кез келген мысалы жағдайға бір нәрсе себеп болады. Егер де қазіргі мысалы сіз спортпен айналысамын деп мысалы марафон жүгіремін десеңіз, бір сондайлардың қатарына қосылсаңыз, солар сізді тартып кетеді. Күнделікті мысалы марафон жүгіріп жүресіз. Мен достарым бар, ақшасын жинап Америкаға барып марафон жүгіреді, ақша шашып. Ол түк те бермейді. Ол бір идеология ғой тоже. Сол сияқты мысалы фильм түсіретіндер бар, жаңағы дін болсын, басқа сала болсын, кез келген нәрседе ол бір орта адамды қалыптастырады да. Сондай бір орта болды ма деген ғой сіздерде? Мен ойлаймын, енді уақыты келді, енді ағамыз сондай шешім қабылдады. Мен ойлаймын, әлі талай керемет көркемдік дүниелер шығады деп ойлаймын Нұртастың. Әлі көреміз, біраз киноларында көретін сияқтымыз бұйыртса. Соңғы жаңағы фильмдарынан не болды, қандай болды? Соңғы фильмдары менің естуімше өте жақсы, успешный болды. Қай не болды деймін, соңғысы фильм? Соңғысы Аким болды ғой деймін. Сол болды ма? Аким болды. Аким болды 2020-да ма? 19-да. Сериал болды ма? Кино болды. Кино болды. Жалпы ол кісінің киноиндустриядан кетуіне басқа бір себептер болған жоқ па? Қысым көрсету немесе жаңағы енді өте жақсы сұрақ. Мен ол кісімен анда-санда кездесіп бір шай ішіп тұрамыз. Бірақ бұндай тақырыпта мен сұрамаппын. Сұрауға кішкене ұяланбады деген сияқты. Әйтеуір жақсы әйтеуір аға інілік әңгіме құрып сөйтіп қайтамыз. Менің ойымша уақыт келді, ол кісі қазір кішкене, енді менің ойымша да енді остепениться, сәл уақыт өтеді, киноға қайтып келеді, ары қарай намазын оқып, құлшылығын жасап сөйтіп жүреді. Бірақ мен тағы да қайталап айтқым келеді, өте талантты жігіт, қолынан көп нәрсе береді. Алла тағаланың бойына сіңірген таланты, жан-жақты, білімді, кез келген тақырыпта сөйлесіп кетеді, кез келген адаммен сөйлесіп кетеді, баурап алады кәдімгідей. Киносын айтып жатқан кезде де режиссердің негізгі мақсаты сол ойындағысын әдемілеп айтып беру ғой, рассказать. Енді Ереке өте дұрыс айтып отырсыз. Енді Нұртас мырза бізге, маған жалпы бұл егерде көріп жатса ренжімес, жеке өмірін, жалпы жаңағы қызығушылығын, көзқарасын талқылап отыр деп. Бізге тек енді кейбір көрермендерге қызық болуы мүмкін, ол кісі неге кетті, қазір қайда деген себеппен. Енді ол кісіні мен жаңағы саяси көзқарасы, белгілі бір тақырыптар туралы жазып жүргендері дегендер, ол жақтарын қозғамақ қояйық. Енді ол әр адамның өзінің жеке таңдауы, бірақ та өзіңіз айтқандай, егер де осы кино саласында қайтып келіп, тағы да бір жақсы туындылар шығарса, ол көрермендер оны қуана қарсы алады деп ойлаймын. Содан кейін менің түсінуімше, білуімше, қазақтың жаңағы киносын, және де оның ішінде комедия саласының ең алғашқы дамытқан, көтерген азаматтың бірі ғой. Иә. Өйткені қазір біз мысалы қарап айтсамыз, Нұрлан Қоянбаев ең алғашқы миллиард жинаған қазақтың жаңағы продюсері ма, режиссері ма, қалай айтамыз. Мысалы Нұртас Адамбайды да сол айта аламыз, алғашқы осы жол салып берген адамдардың бірі. Тіпті байқасаңыз, ол кісінің творчествосында ол кісі әртүрлі жанрларды көрді. Мысалы комедиядан бастады, одан кейін лифт деген психологиялық драма түсірді, Тараз деген криминальный драма түсірді. Әртүрлі жанрларды көрді өзінің творчествосын. Өте жақсы нәрсе негізі. Әртүрлі жанрлар. Енді сізге өзіңізге қайсы жақын? Фильм ба, сериал ба? Әзірше енді мен былай ойлаймын да, мысалға бакалавр, магистратура, PhD, докторантура деген сияқты бұл да жүйесімен болу керек. Мен сөйтіп ойлаймын енді. Біз телевидение, кино саласында істеп жүрміз ғой. Мысалы мен келгеніме 15 жыл болды. Өзім 91 жылғымын. Біраз болды, біраз нәрсені көріп келе жатырмыз. 15
жылдай полный мынау телевидение саласындағы сериалдарға арнап келе жатырмыз. Сонымен қатар киноларды да көрдік. Енді өзіміз продакшн ретінде 15 сериалдан кейін полнометражный художественный кино түсірсек па деген ойымыз бар. Сондай ойымыз бар. Командамызда бәріміз біз былайша айтқанда пістікті. Ал актер ретінде сізге қайсы оңай? Себебі енді көп актерлар айтады ғой, мысалы сериал мысалы сезонға созылатын болса ол ұзақ. Ол жылда түсуі мүмкін, қайта барып, мысалы біреу жалықтырады, ол біреуге қызық емес болуы мүмкін, ақшасы аз болуы мүмкін, біреуге және фильмге түскен оңай деген сияқты. Сізге қайсына актер ретінде түсу оңай? Кино саласы, реклама саласы жақсы. Ал жанр? Жанрды былтыр мысалға мелодрама жанрын көрдім, ойнап, тамаша телехикая шықты. Біз оны комедия деп басында сөйтіп ойлап жүрсек, кәдімгідей мелодрама, өзінің жеке отбасылық өмірін көрсетті. Құдайберген Сұлтанбаевтың образында болдым. Қызық, өзіме актер ретінде жаңа образдарда, жаңа жанрларды көрген өте ұнайды маған. Мяу телесериалында отрицательный рөлді ойнадым. Наркотиктар атамыз, клубтың бастығы, адамгершілік қасиеттерден сондай адамды ойнағым келеді. Бірақ иногда, например, өз-өзіме көресің, дайындаласың, глаза добрые. Надо это как-то что-то делать, надо по-другому смотреть же с глазами, надо работать деп. Сосын бастайсың, көресің, дайындаласың. Мелодрамада былтыр, например, тоже андай отбасылық неде паузаларды выдерживать етіп, жаңағы отбасылық мәселе, бірінші отбасыдан қыз, екінші отбасыда бала, басты кейіпкер, жаңағы ішінде мына творчество, Тоқырау заман, Союз Адыраватыр, театр, частный театр деп, частный гастрольге шығу керек өздері деп, сондай бір моменттерді переживать түсесінде негізі. Өзім актерский оқымасам да, бірақ актерский туралы кітаптарды біраз қарап шықтым, оқыдым, зерттедім, өзіме алатынды алдым, сөйтіп, бірақ ол әрдайым процесс, ол тоқтамайтын процесс та. Әрдайым работать над собой, постоянно развитие, постоянно көресің, білесің. Қандай актер мықты? Бір салада, жаңағы айтады ғой, незаменимый актер мықты ма? Немесе әртүрлі жанрда ойнай алатын актер мықты ма? Менің ойымша әртүрлі жанрда ойнай алатын актер мықты. Әртүрлі жанрда. Роберт Де Ниро сияқты, Том Хэнкс сияқты. Бізде де Қазақстанда бар, ондай мықты актерлар бар. Комедияша ойнап береді, драмаша ойнап береді. Бір образды ұстап алады, образды өте жақсы ұстап алады, и до конца ұстайды сол образды. Өте керемет актер-актрисалар бар. Өңірлік театрларда да мықты актер-актрисалар бар. Мен мысалға барған жерлерге, драм театрларға баруға тырысам. Мен мысалға өңірлерде өте керемет қойылымдар қойып отырды. Көрермендердің жалпы қалыптасып қалған көзқарасын сындыру өте қиын ғой. Мысалы, менің ойымша, қазір актерлардың аты жөндерін білмеймін, сіз біліп отырсаңыз айтсаңыз, мысалы, Пираты Карибского моряға түскен Джонни Депп, содан кейін тағы қандай бізде фильмдер? Великий уравнитель бар. Мысалы, сондай бір актерлар бар өзінің саласында түскен. Немесе оларды былай айтсақ болады, белгілі бір фильмдер арқылы қатты танымал болған актерлар бар. Бірақ мен сол актерларды, енді олар боевик па, сондай салаларда түскен ғой көбінесе. Енді бір кейінірек комедияда түсіп жүрген елестете алмаймын да, көре алмаймын мен. Ол да бір енді сендіре беру өнер ма, немесе сол жанрды жалғастыру керек. Маған Джеки Чанның Оскар алған кездегі сөйлеген сөзі ұнады. Айтады да, осыдан көп жыл бұрын әкем айтады дейді, балам, сен біраз кино наградаларды алдың, неге мені осыны алмайсың деп Оскарды айтады дейді. Пап, я снимаюсь в экшн-комедиях дейді, а ондай киноларға Оскарды бермейді дейді. Сөйтіп, кім біледі, мүмкін бір күн алып қаларсың деп. Сөйтіп, мен күндердің бір күнде өзімнің досым Сильвестр Сталлоneның үйінде болдым дейді. Сөйтіп, ана Оскардың статуэткасын алдым дейді, иіскедім дейді, сүйдім дейді. Айттым, күндердің бір күнде сен менікі боласың ау дедім. 52 жыл кинодамын дейді, сынбаған сүйегім жоқ дейді. Созылмаған сіңірім жоқ дейді. Қаншама трюк, қаншама кинокартина. И наконец-то
Ана моя дейді ғой жаңағы Оскарды алды. Қай фильмнен кейін алды ол кісі? Ана бір уже ата болып ойнайды ғой, бір месть жасайды. Ана қызы қайтыс Қыз, сол месть, сол туралы. Қазақстанда жалпы актерларды бөле аламыз ба? Топ 5 деп. Сіздің ойыңызша, мен енді айтып отырайын, сіз айтып отырсаңыз, кімдер екенін. Олай айтпай қойса бола ма? Мысалы, ренжіп қалуы мүмкін. енді ол сіздің жеке субъективті мінезіңіз ғой. Мысалы, топ 5 режиссер кім болуы мүмкін? Қазақстандық па? Қазақстанда. Қазір өте көп жақсы режиссерлар. Ернар Нұрғалиев, Ануар Матжанов, Али Ниязбеков. Көп. Қазір назар аудардың киноларын түсіріп жатқан Саид. Өте жақсы жұмыс істейді. Біраз режиссерлар бар бізде. Енді бізде тіпті андай бір артхаус тақырыбында да түсіретін, мысалға Әділхан Ержанов сияқты режиссерлар бар. Андай черный человек деймін, сондай бір киноларда. И все события происходят в ауле Каратас во всех фильмах деген сияқты. Ну, такой почерк. Вот так. Его фильмы очень ценятся. И это классно, что ценится. Режиссерларда андай болмай ма? Ол кісі бір жанрмен жаңа түсіріп үйренді басында, мықты, иә? Танымал болды. Кейіннен басқа фильмдарын, туындыларын бәрін солай қарай тартып кету болмай ма? Ондай режиссерлар да көп қой. Ұқсатып жібереді да, бұрынғысын әкеліп, бәрі бір логикаға, бір структураға салып. Ондай да режиссерлар да бар, мысалға. Енді өзінің почеркісі бар, мысалы, қазақ фильм конфликт поколений болып жатыр да, мысалы, кейбіреулер қазақ фильмдікі дұрыс дейді, кейбіреулер частный компаниялардікі дұрыс деп. Менің ойымша, правда, посередине кино, олар айтады, енді ол творчество дейді, это искусство дейді кино. Бұл кісілер айтады, кино это, как сфера бизнеса. Чем больше ты заработал, тем больше ты успешней. Частный. Да, например, государственная компания жылына 2-3 кино түсіреді, оны ешкім көрмейді, полиция етіп жатады сосын. Менің ойымша, частный жанайға түсіріп, сондай әңгіме айтып жүрген енді азаматтар бар ғой, көпшілік. Бұл маркетинг деп ойлаймын мен. Просто халықты бізде сондайға жақсы ғой. Егер де біреуді ұру, біреудің үстінен жамандау, біреудің үстінен жаңағы сондай бір әрекеттерге жабыла кету деге жақсы да. Сол себептен де жаңа киноға егер мына қазақ фильм жаман, сол үшін де мына фильмді қолдайық деген нәрсеге көп адамдар жатып алған сияқты фильмдер үшін, өздерінің кассасы үшін ше. Олай ойламайсыз ба? Мүмкін. Жақсы. Қазір бәрі де болуы мүмкін. Қазір неше түрлі технологиялар бар. Адамдардың көпшіліктің санасына әсер ететін көп технологиялар бар. Біз иногда соның құрбаны болып жатқанымызды өзіміз сезбей қаламыз. Кейбір кезде андай, енді кезінде психология массы деген бізде болды. Первичная информация дейді, сол қалай әсер етеді? Өте қатты әсер етеді негізі. Вот осылай болды деген сияқты. Қазір мысалға цифрлық қоғам деп жатырмыз ғой, қазір ақпаратты өте тез тарайтын қоғамда адастыруды, бағыттауды тез да негізі. Сондықтан да андай кезінде кімнің біреудің сөзі болды, Лениннің сөзі ме, андай билікті алу үшін телеграфты алу керек деген сияқты. Ақпарат. Сол сияқты ақпаратты өте қатты әсер етеді, біз өзіміз кейде түсінбей қаламыз. Анда бізді нас ведут по информационному полю. Енді күні кешеде бірнеше подкасттар шығып жатыр ғой, артынан бірден фильмдер шығып жатыр, музыкалар шығып жатыр, әндер шығып жатыр. Енді ол да әр адамның өзінің жеке таңдауы шығар. Топ 5 продюсер кімдер? Бізде Қазақстанда өте жақсы продюсерлер бар. Мысалы, КВНнен шыққан көптеген ағаларымыз бар, мысалы, қазір кино саласында, медиа саласын барлығын дамытып жатқан. Әйел адамдардың арасынан мықты продюсерлер бар. Осы жұмысты бастап, алып кетіп, аяғына дейін бітіретін керемет мамандарымыз бар. Атын атап түсіністемек қойын, бірақ бар. Осы мен айтқан КВН саласынан шыққан,
Жалпы осы салада сонау 90-шы жылдардан бері жұмыс істеп отқан мықты продюсерлер бар, әйел адамдар, қыз балалар бар, мықты. Жалпы бұл деген кәдімгі продюсирование деген кәдімгі технологиялар ғой, соларды қолдана білу, ендіре білу деген сияқты. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар да, продюсерлікті кезінде оқыды, дұрыс па? Кәдімгідей оқиды, ондай мамандық бар ғой. Қазір бар, иә. Бірақ та қазіргі шығып жатқан фильмдердің продюсерлері, мен ойымша ондай оқымаған продюсерлер ғой. Менімен келісесіз деп ойлаймын, көптеген әншілер бар, иә. Фильм түсіріп жатыр ма? Продюсер деп жазады да, фильм түсіріп жатыр. Көптеген там, білмеймін, сол өнер саласынан келіп, сол фильмге келіп жатқандар бар. Бұл қайдан шыққан тенденция негізі? Менің ойымша бұл да естественный процесс сияқты. Ертең күні естественный отбор арқылы кино түсіре алатындар қалады, түсіре алмайтындар өзінің саласына қайтады. Мне кажется, это нормально. Пока капитализм болғаннан кейін Көру керек дейсіз. Иә, көру керек те, осы сала болып жатыр екен, көрейік деп. Бірақ продюсирование деген негізі енді человек имеет право такое кино снять и назвать тебя продюсером, ну почему бы нет? Продюсер енді ол кісі былай айтқанда оқыған мықты мамандарға жұмыс тауып беріп отырған адамдар ғой. Себебі шынымен де кейбір режиссерлар, продюсерлер немесе актерлар бар ғой, фильм немесе басқа бір туынды түсіргісі келеді, қаражат таппайды, қаражат жоқ, бірақ та әншілер болсын, басқа да азаматтардың қолдары ұзын, мысалы қаражатты тауып жаңағы фильм түсіруге қолайлы жағдай жасайды. Бірақ та ертең жақсы аты шығып, ол фильм өтіп кетіп жатқандағы сол жаңағы осы кісінің фильмі деп айтып жатады да. Менің ойымша, бірақ сол фильмнің басы-қасында жұмыс істеген режиссерлар бар, қаншама азаматтар, адамдар бар, солардың еңбегі деп ойлаймын. Ол жерде тек бүйтіп ақшаны әкеп, міне түсіріңдер, ертең мен атымнан деген әңгімеге қараған. Менің естуімше бұл Голливудтан келген тенденция. Егер де продюсер ақша тауып, осы кинопроизводствоға ақшасын жұмсаса, фильм продюсера дейді. Сол үшін есть продюсерские проекты, а есть режиссерские проекты. Когда режиссер өзі команда жинап, спонсор тауып, командамен келісіп, кішкене гонорарларыңызды азайтыңыздар, осындай кино шығарайық деп спонсорларды тауып, барынша жеткізіп, түсіріп жатса, режиссерский проект, таза режиссерский проект. А когда продюсер нанимает режиссера, говорит, у меня вот есть такая идея, такой сценарий, я уже этот сценарий выкупил, и мне нужно рассказать эту историю на киноязыке деп. И уже ол продюсер бастықта бұл жақта, и фильм продюсері болады да. Мен просто күлкім келетін мынандай да, өткенде бір кісі подкаст па, бір жерде интервью беріп жатыр ма, сол айтады да, фильмнің атауын қойған кезде де, жалпы ішіндегі қай тілде болатыны, жалпы соның барлығын мен жалдаған мамандар айтты, солай бойынша мен келістім дейді. Ол енді продюсерлік фильм болмай тұр ғой жерде, тек просто аты бар, бірақ ішінде фильм қалай болатыны өз шешпей отыр ғой. Ну сондай болып тұр ғой енді продюсер. Жақсы. Сізде қазір енді режиссерлікке, продюсерлікке бет бұрдыңыз ғой. Жалпы не қиын? Қаржы табу ма, идея шығару ма, команда жинау ма? Сосын бұл жерде мамандар ол белгілі бір адамға бекітіліп қалған мамандар жоқ қой, әртүрлі бір команда ан жақта барып түсіреді, мына жаққа барып түсіреді деген сияқтылар бар. Ең күрделісі әрине бұл, менің ойымша, бұл идея. Идея ең қоңды, ең сондай бір керек нәрсе. Мысалға, 2-3 сөйлемге сыйдырасың да, оны барып әртүрлі заказчиктерге айтасың. Басында енді біздің салада телеарналар, жекеменшік арналар бар, мемлекеттік арналар бар, бірақ көбісі ақпарат министрлігіне қарайтын телеарналар ғой, жеке болса да, солардың саясатын жүргізеді деген сияқты. Біз идеяларымызды ұсынамыз, 5-6 идеямызды ұсынамыз, әрбір телеарнаға жақсысын таңдап алады да, сонымен келісім шарт жасап өзіміз жұмысымыз. Ең қиыны сол, сосын жаңағы идеядан сценарий жасау, одан кейін дайындық кезде өзінің бір күрделілігі болады, жұмыстардың күрделілігі. Локация таңдаймыз, актер таңдаймыз деген сияқты. Команда жинаймыз, художественный жағын ойлаймыз, қалай болады деп.
техникалық жағынан дайындаламыз. Сосын ең күрделі процесс съемкаға кірісеміз. Оны біткеннен кейін монтаждарымыз бар, недеріміз. Әр кезеңінің өзінің қызықшылығы да бар, жауапкершілігі де бар негізі. Бірақ енді мен өзім сондай мектептен өткеннен кейбіреулер айтады, как можно быть и режиссером, и продюсером в одном лице деп сөйтіп нетеді. Бірақ білмеймін, мен сондай бір школадан өттім, 6-7 жыл сол салада жүргеннен кейін өзім солай үйреніп қалдым. Жақсы, бәрін біліп отырасыз. Енді мен осы бір жергілікті әкімдіктердің, содан кейін министрліктің түсірген фильмдерін өте қатты ұнатамын. Мысалы, Жетісу облысы әкімдігінің қолдауымен «Ұстаз» фильмі шықты. Кезінде қателеспесем Бейсен Құранбек ағамыздың жазып кеткен сценарий болу керек. Осы бағытта шықты. Жақсы, жалпы ұстаздар арасында, содан кейін оқушылар арасында, жастар арасында осындай бір баға берілді. Одан бөлек ақпарат және мәдениет министрлігінің фильмдер шығып жатыр. Қателеспесем Бүркіт, содан кейін және әртүрлі осы бір әскери бағыттарда фильмдер шықты. Бірақ та министрлік қалай бұл жерде жеке өзі фильм шығарады, және де қазақ фильм бөлек шығара ма сонда? Бірақ та қазақ фильм сол министрлікке қарасты ғой негізі, қателеспесем. Қазақ фильм компания ғой, ұлттық компания, акционерлік қоғам, қателеспесем. Басқа кинокомпаниялар сияқты, қазір мысалы министрліктің астына қарайтын ұлттық киноны қолдау орталығы бар. Барлық кинокомпаниялар өздерінің идеяларын сол кісілерге тапсырады. Сол кісілерді привлекать етеді. Қазақ фильмді солардың арасында бар, сол компаниялардың арасында. Бұндай шешім бір 5-6 жыл болды сол қабылданғанда. Біраз кинолар мысалға арасында өте успешный кинолар да бар. Мысалға Дос-Мұқасан, Ақтап Қасан жинады. Одан кейін жақында шыққан Қайтадан деген кино. Ол да сол кино орталықтың қолдауымен түсірілген. Қазақи фильмдерді осы министрліктің қолдауымен шыққан жоқ па? Оян қазақ. Қателеспесем, қателеспесем. Ахмет Байтұрсынұлы туралы, ұлт ұстазы деген, әртүрлі бағыттарда шығып. Мұқағали ағамыз туралы. Соны айтып отырған мен сол ғой, министрліктің жалпы бір әкімдіктердің кейде жекелей түсіргендері өте қатты өтеді. Менің ойымша ол саясатты бір жағынан компания арқылы түсірілсе бір что-то өтпей қалатын сияқты. Ол мысалға ұлттық арна болсын, хабар арнасы болсын, қазақ фильм болсын, мысалға ол енді как подряд, субподряд деген болады ғой мысалға. Басқа компания мысалға ұлттық арна Бауыржан Момышұлы туралы сериал түсіреді. Бауыржан Момышұлы туралы сериал түсіру үшін ол үлкен қаражат талап етеді. Оны мемлекет телеарнаға береді. Мемлекет оны жеке меншік компанияға береді бәрібір. Жеке меншік компания ұлттық арнаның параметрлері бойынша түсіреді. Таза қазақ тілінде болу керек, патриоттық рух болу керек, осындай болу керек, басты кейіпкер, қосалқы кейіпкер, антагонист, протагонист, мынандай болу керек деген сияқты. Мемлекет осындай мысалға жеке компаниялар қаржы көтере алмайтын жобаларды түсіріп жүрді, например. Алмас Қылыш деген сияқты. Не каждая частная компания решится, снимать такие фильмы исторические, дорогие, с такой постановкой, с массовкой, с декорациями, с костюмами. Қымбат негізі оның бәрі. И поэтому частные кинокомпаниялар, они хотят вложиться в кино и заработать в кино деген сияқты, да. Бізде қазір фильм түсіретіндерде қандай мақсат жалпы? Менің ойымша қаражат табу. Ал біз Кореяның, Европаның, Американың мысалы көптеген енді барлығы болмаса да енді біраз атақты кино түсіретіндері мысалы Netflix-қа салуға, Оскар алуға, әртүрлі бір жерлерде ұтуға, сондайға мақсаттанады, қателеспесем. Бізде неге ондай мақсат жоқ? Біздерде бар ондай мақсат. Менің ойымша әрбір саналы қазақтың жігітінде осы өнер саласында жүрген үлкен мақсаттар бар. Менің ойымша Оскарда, Канский фестивальда, Токийский фестивальда, Венецианский фестивальда қазақтың қыз балалары алады. Бір 10 жыл, 20 жылдың ішінде менің ойымша бізде қазір бір творческий бір ренессанс болып жатыр бір.
бұл вообще бір бөлек поколение негізі ше андай. бұйырса енді 5-10 жылда алса деп үміттенейік жалпы. Біз интернетсіз өскен соңғы поколениеміз оказывается. Қалған ұрпақтардың бәрінде уже интернет деген бар да. Андай. Енді оны мен айтып отырғаным, ана тәжірибесін көрдім де, Кореяның Оскар алған фильмі бар еді ғой. Паразиты. Вот четко кәдімгідей көрініп тұр, целесообразно кәдімгідей, нацеленно Оскарға жұмыс істеген, ақшаны аямай құйған, ешкім мысалы компанияда зарабатывать етпеген шығар, минусқа жұмыс істеген де шығар. Бәрі көрініп тұрды, маркетингі, адамдардың, енді о жерде түсіп атқандардың ішінде мысалы жоқ қой, Джеки Чан түсіп атқан жоқ, Джонни Депп түсіп атқан жоқ, атақты мысалы нелер түсіп атқан жоқ, актерлар әлемге. Өздерінің актерлары, өздерінің бірақ неге идеясымен түсірді. Бұлай алып қарасаң, о жерде бір әкетіп баратқан неде жоқ, бір табиғи қасірет бірдеңке көрсетіп атқан жоқ, немесе там кезінде ғана кімде сондай не алған жоқ па, Титаникке түскен актер кім еді бізде? Ди Каприо. Ди Каприонда мысалы Оскар алған ана бір выживший ма, бір фильмнан кейін емес пе? Мысалы ол да сондай бірдеңке бағытталды да, кәдімгі қиын бірдеңкеден шықты. Мысалы жаңағы Паразит ондай емес қой. Он так домашний такой, более молодежный такой бір көргенге и қазіргі екі қоғам ортасындағы бір өмірді көрсетті тек. Бірақ Оскар алды, с одного раза. Иә, енді мен ойлаймын, қазақстандық режиссерлардан ба, операторлардан ба, актерлардан ба біреу үлкен жүлделі орын алады. Қазақстандық азамат, қалай дейді, Нобель сыйлығын алады. Білмеймін қай ғылымнан екен, бірақ алады. Күндердің бір күнінде. Мен соған үміттенем. Мен білем солай болады деп ше. Кімнің? Нұрлан Қоянбаевтың патриоттық бір фильмі шықты ғой. Мен көрген жоқпын, бірақ естідім, Қазақ әлемі деген. Қазақ әлемі соңғы шыққаны осы. Сол шықты, белгілі бір тарапқа жақсы әсер қалдырды, белгілі бір тарап қатты бір патриоттыққа кетіп қалдым дегендей болды. Содан кейін тағы да бізде не шықты сол бағытта? Мысалы Рүстем Омаровтың мысалы сериалдары, енді сіздер түскен жаңағы Мяуда да айтты, мынау деген ашық есерткіні қолдау, жаңағыдай сондай өмірді насихаттау деді. Қазір офсайд шықты, офсайдта да мысалы бұл деген коррупцияны көрсету. Неге бізде қоғам ба, жалпы адамдар сондайға әуес бірдеңкені штык қабылдайды да. Бірақ ана кім бізде Грэмми алған баланы атың Иманбек. Иманбек сияқты Грэмми алып кетіп атса, басында жамандады, одан кейін ол бір бүкіл жерге шақырылатын бір такой спикер, лицо болып кетеді. Сондай болады өзі. Біздің психологиямыз сондай. Білмеймін енді. Көре алмаушылық деп ойлайсыз ба? Мүмкін. Бірақ енді өзімнің жеке ойымда біздің қоғам әлі андай, қоғам әлі подросток, он уже не маленький, еще небольшой, и он такой еще андай переходной возраст, поэтому ол еліктегіш, өкпелегіш, сөккіш такой. Қоғам еще андай, бізде қоғам еще не повзрослел. Почему? Потому что бізде осыған дейін андай кішкене андай. Енді патернализм болды ғой, бәрі полностью сен үкіметке өміріңді арнайсың, үкімет саған полностью бәрін береді. Қазір бүкіл андай строй өзгеріп кетті ғой, жаңағы от социализма к капитализму деген сияқты. Человек волк, андай капитализм, ақша табу керек, деген сияқты. Сондайдан өтіп бара жатып, енді 30 жылдың ішінде енді ғана түсініп жатырмыз да, үкімет көмектеспейді екен. Үкімет уже бермейді о жағынан, уже сам. Үкімет тебе дает полную свободу. Свободу выбора профессии, свободу передвижения, свободу совести, свободу творчества. Полностью. Сен өзің бірдеңке істеп, тірлік істеп өзің етіп ал дегенге енді ғана келе жатырмыз да. Енді бұйырса бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Енді сіздің туындыларыңыздың жалпы түскен осы фильм, сериалдарының арасынан маған осы Келинка Сабина, Мяу, тамаша өте ұнады. Енді қалғандарын шыны керек көрмеппін мен. Осы енді Келинка Сабина түсінікті.
мяу мен тамашаның артынан бір логикалық соны жоқ қылып аяқталып қалған сияқты болды. Не себептен жалғасы бола ма, немесе ол бір қысым болды? Мяу сериалының жалғасы болады. Бірақ біздің кейіпкерлерімізді бірінші сезонда өлтіріп тастады. Біз екінші сезонда болмаймыз. Енді біздің кейіпкерімізді бірінші сезонда қатты құтырып кетті негізі деп ше. Ондай жағынан дұрыс істепті авторлар. Тамаша сериалы бойынша мен өзімді түсінбей қалдым, қалай бітіп қалды, қалай неткенін ше енді. Енді өзі сондай бір сериал болды. Бізде режиссер ауысып кетті, 2 рет режиссерді ауыстырды. Түсірілім барысында? Түсірілім барысында 2 режиссер түсірді. Кіммен келіспеді? Оператор бойынша басынан Нұрғиса Әлмұрат түсірді. Сосын екінші режиссер жұмысқа кірісті. Режиссерді кім тағайындайды ол жерде? Продюсер тағайындайды. Продюсер кім? Иә, продюсер Сәлем Продакшн бар ғой, соның адамдары. Сол кісілер. Сондықтан андай режиссер деген уже рассказчик болғаннан кейін басқа адам басқаша рассказывает болып қалды да, андай түсінбей қалдық қай сахнаны қалай түсіргеніміз деген сияқты. Сонда да жақсы шыққан. Бірақ андай 91-ші жылдардағы атмосфераны беруге тырысқан. Жалғасы туралы хабар жоқ. Жалғасы туралы хабар жоқ. Бірақ бұл андай о баста комедия жасай салу керек еді деп ойлаймын да сол сериалды. Мелодрама емес. Түсініксіз жанр болды. Иә, бір түсініксіз жанр болды. Енді Құдайберген аға Сұлтанбаев дегеннен кейін біз оны Құдайберген аға деп қабылдадық та андай. Құдайберген аға деп, он такой весельчак, он такой жизнерадостный. Мына жақта ол как-то андай серьезный, Ерлан посерьезнее. Бүйтіп қалып бір кезде кейіпкерім бір. Мұңайып, чувствую, Құдайберген аға, но он переживал, но не так переживал деймін да, наверное. Все-таки андай не ғой. Сол кісінің бір сөзі бар екен, жаңа ол кезде в Мажилисе было 97 депутатов, и он был депутатом парламента, халық әртісі. Что-то какой-то законопроект, ему, видать, сказали, ну, типа, за, и он нажимает за. И он говорит, за, и все 97 депутатов за. И он говорит, Құдай, мен бұл парламентте жалғыз әртіс па десем, сөйтсе 97 әртіс отыр екенбіз ғой мына жақта дейді. Сондай 97-те такие шутки он. Ну, иногда өте жақсы кісімен, ол кісінің отбасымен таныстым. Дәкен апаймен, Еркебұлан ұлымен, Айнұр әпкемізбен, қызы Айнұр әпкеміз. Сол кісінің отбасымен маған кітапшалар берді, біз білмейтін Құдайберген деген. Дайындалдым мен де. Енді үлкен роль болғаннан кейін, ответственный роль болғаннан кейін әбден дайындалдым. Бірақ енді режиссер айтты, енді полный серьезный қылып ойнатшы дегеннен кейін сөйтіп. Сериалда оқиғалардың барлығы рас өмірде болған оқиғалар ма? Қоспасы жоқ па ішінде? Қоспасы бар. Бар ма? Қоспасы бар. Бірақ негізгі элементтері өмірден алынған. Бірақ сонда да көп нәрсені айтпайды кеткен сияқты, шындықтың көбісін. Иә. Ондай да бар. Иә. Енді яндай художественный произведение болғаннан кейін кішкене қосты, бірақ негізгі элементтері өмірден алынған. Өйткені мен сол сериалды көрген кезде сол нәрсені түсіндім де. Жалпы енді мен 90-шы жылдар өскен бала ретінде тамаша ол мейрамдарда, жаңа жыл қарсаңында әйтеуір немесе бір теледидардан бір көретін сондай программа еді. Бірақ та тамашаның артында жаңағы сериалда көргендегідей саясат тұрғаны, оның артында адамдар еріп жүргенде бақылағаны, осылай жауып тастауға тырысқаны деген сияқты нәрселерді мен сериалдан көріп таңғалдым. Сонан кейін жаңағы әншілердің де Роза Рымбаева, жаңа тағы басқалардың осы тамаша арқылы роза болғанын да мен бірінші рет естіп сол жерде таңғалдым. Шынымен де бір жалғасы болып, және мен ойладым, жалғасы болып қазіргі таңда бір фильмге айналады, немесе соның артынан бір театр қайтадан бір жанданады деген сияқты бір менде де сондай бір ой болды. Ожидание болғаны енді өтірік емес. Менде болды ондай ожидание. Қазақ киносына қандай баға бересіз? Комедияға, әртүрлі жанрларға? Бізде қосымша жанрлар қосылды ғой. Жаңағы Ирина Қайрат мына түсірді, дәстүр фильмін. Сол сияқты мысалы басқа да жанрлар қазір қосылып жатыр. Жалпы қандай баға берер едіңіз? Менің ойымша қазіргі индустрияның дамуы өте жақсы процесс, тоқтап қалған жоқ.
Естеріңізде болса 2000 жылдардың басында эстрададағы әншілердің көбісі клиптарын Ташкентке барып түсіретін. Қазір біздің индустриямыз дамығаны соншалық біз сериалдар форматында да толық метражды фильмдерде де естуімше былтырдың өзінде 94 кинокартина шықты. 94 кинокартина. Қазақстандық өндірушілер 30% ғана өзін окупять етті дейді. Шыққан картиналар. Но ничего, это рынок, это бизнес. И во всем мире так. Люди рискуют, вкладываются в кино, кто-то зарабатывает, кто-то проигрывает. Миллиард зарабатывает. Yeah. Поэтому это естественный отбор, естественный процесс. Болашақта бұл дамый береді. Техника да дамый береді, идеялар да дамый береді. Болашақта кім біледі, мүмкін жасанды интеллект бұл саланы мүмкін полностью қырып тастайды шығар. Кім біледі. Мен бірінші рет анау ұшып жатқан апашкаларды көрдім да. Думаю, біз бір новый эпохаға кірдік негізі шандай. Апа жасанды интеллектсіз ба? Я жасанды интеллектпін. Нейросетсіз ба дейді. Я нейросетпін деп секіріп кеткен. Сол кезде ойлаймын, это только бас жағы ғана ғой. А что будет дальше деген сияқты. По-любому кино как искусство ретінде қалады. Көп мамандықтар жаңа искусственный интеллект заменять етеді. Тіпті болашақта айтады, даже акиматтар болмайды дейді. Управлениялар болмайды дейді. Жергілікті бөлімдер болмайды, акиматтар болмайды, потому что все может решить искусственный интеллект дейді. Онлайн-консультант. Онлайн-консультант полный дейді. Где какой двор не отработано, уже искусственный интеллект біліп отыр екен да по статусу, короче. Кім біледі енді болашақ? Мысалға біз қазір 2000 жылдар на 20 лет назад уйдем, назад, 2005 год, пейджерлардың, соткалардың енді шығып атқан заманы, үйдегі стационарный телефон, алло, саламатсыз ба, ғабитті бола ма деп бірімізге звондайтын едік қой. Қазір видеозвонок, неше түрлі нелер. 10 жылдан кейін не болады, 20 жылдан кейін какой рывок да произойдет в этом научно-техническом прогрессе. Қалай болады екенді? Енді бұндай даму болу үшін мен тағы да бір мәселені айтқым келеді. Мына кино түсіру және де жарнамалау, көрсету саласына бір заң қабылдау керек па, немесе бір мемлекет тарапынан регулировать ету керек сияқты. Біз халық енді жалпы бұны көріп отырған халыққа бұл жаңалық шығар. Көбісі ойлайды ғой, миллион зарабат етті деп. Миллионнан менің естуімше таза жеке өзінен алған табысы 200 миллионның айналасында. 1 миллиардтан да? 1 миллиардтан. Оның автоматом жоқ дегенде 60% ма 600 миллионын жаңағы компания алып қояды. Енді атауын айтпай қойын, который кинотеатрларға киносын көрсеткізеді, рекламасын жасап берген және компания автоматом алып қояды сразу. Потому что бүкіл қалаларда соның жаңағы сеті, жүйесі сол көрсетіп отыр. Одан бөлек жаңағыдай налогы бар, анау бар, актерлардың ақшасы бар, және команданың ақшасы бар деп. Жеке табысы 200 миллионға енді жетер жетпес, может 100 миллион бола ма. Көбісі ақтамай қалғандар да бар. Сол себептен енді бұл енді әлемдік тәжірибе деп айтады, енді ол кісілердің де мен подкасттарын көргем. Енді бір жүйе керек сияқты. Бір жүйе керек болғанда мен ойлаймын, мысалға біз Қазақстан деген мысалға 20 миллион халықпыз ба? Біз орталық Азияны қоссақ қанша болады екенбіз примерно? 80 боламыз ба? Жоқ, одан көп бар. Одан көп бар. Енді қанша мемлекет ол? Орталық Азия дегенде 5 мемлекет қой бізде. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан. Олардан бізден халық көп қой, бір жоқ дегенде бір 200 миллионға барып қалуы мүмкін, 150 миллион бар шығар. Біздің елдердің мәдениет министрліктері бірігіп, давайте один общий кинорынок создадим на 100 миллионов человек. И представляете, либо выходить на 20 миллионов аудиторию, либо на 100 миллионов аудиторию. Плюс еще договориться, стратегический партнер, например, ана кісілермен, солтүстіктегі кісілермен, солардың кинотеатрларына, Қытай қазақтарына, почему, например, Қытай как автономиясы бар, например, сол жақтарда почему не организовать. Кәдімгі кинопрокат көретін адам келіп көреді. И как дубляждың мәселесін Өзбекстанда дубляжды совет заманында кәдімгідей на рельсі қойып тастаған ғой. Біз мысалға бала кезде кассеталардан көрдік қой киноларда. И орысша көрдік.
А өзбекстанның балалары өзбекше көрді бәрін. Сильвестр Сталлоне өзбекше мақалдатып тұрып сөйлейді кәдімгідей киноларында ше. Бүкіл Джеки Чанның кинолары бәрі өзбекше. Дубляжды өлтіреді өзбекстің киностудия. Совет заманында соғыс болған жылдары там базировался вот дубляждың несі, оказывается, советский Мосфильмнің дубляжы. Поэтому базасы қалып қалған. Бізде қазақ фильмда базировались. Фаина Раневская, ана кім, Эдельштейн дейтін режиссерлар бізде Алматыда соғыс жылдары бізде жүрген екен. Бірақ даже анда Қазақстанның Өзбекстанға приграничный аудандардың көбісінде айтады, біз бүкіл бәрін өзбекше көрдік дейді. Кәдімгідей Ван Дам өзбекше сайрап тұрады дейді кәдімгі. Бізде ол болмаған. Бізде қазір енді дамып келе жатыр. Барлық киноларда қазақша шығатын болады, голливудский киноларда деп нетіп отыр ғой енді. Дұрыс. Вообще жалпы тіл білгенде жақсы ғой. Маған бұл жерде Қырғызстанның фильмдері ұнайды. Комедия андай жанр емес, олар қалай айтады, триллер ма? Хоррор деймін. Хоррор бар ішінде. Сондай жанрмен көп түсірді ғой. Енді қазір атауларында кім бар? Такси бар, содан кейін жаңағы біраз фильмдер шықты, бір 3-4 фильмді. Ну, талантливый народ. Талантливый, да? Даже эстрада саласында да, например, біздің әншілердің көбісі сояқтан алып келеді ғой, например. Мейірбек Атабеков педі, сол кісіден алады дейді ғой, кәдімгідей. Көбісі біраз әндер сояқтан келген да, біраз танымал әншілердің әндері. Мен просто бір досым бар, соның нағашылары қырғыздарда. Айтады да, жаңағы кәдімгідей, они талантливый дейді, қалпақтарын киіп алады, жайлауға шығады дейді, жаңағы 100 граммдарын ішіп тұрып, немен, баянмен, домбырамен, они могут сидеть и песни сочинять просто сами по себе. Сондай дейді, сондай нелер бар. Тауға шығып дегенізден есіме түсіп кетті. Бізде ең қандай сәтті шыққан туынды деп айтса, мен нені айтып жүрмін? Енді өзіме ұнаған, может, жеке ойым. Нурикамал. Нурикамал, мелодрама. Вот, кстати, вот Нурикамал, он доказал, что мелодрама тоже может собрать кассу. Соны айтып отырмын ғой. Да. Ол өтті де? Өтті, да. Өте сәтті болды. Да. Мысалы, сондайлар бар ғой, бізде де бар. Иә. Жаңағы сол сияқты, мысалы, Қырғызстанның хоррорларда, жаңағы триллерларда өтті де. Себебі ішінде енді алдын ала ол реклама шығады, бір сосын бірінші барған адамдардың стористары шыға бастайды ғой, нелер шығады, тиктоктар шығады. Соның ішінде қарасан, бір мықты фильм болып көрсетеді. Енді ашығын айтқанда барған кезде в целом фильм ондай емес. Ішінде бір-екі ғана фрагмент бар, фишка. Цеплять етеді, болды. И кәдімгі жүрекке жететін бір-екі әндер қосады ішінде. Мысалы, Қырғызстанның көп фильмдерінде сондай ғой. Сонымен кетті бол, бір жерінде цеплять етті, и сонымен жақсы әсер қалдырып жатыр да. Мысалы, Нурикамалда да сондай ғой, история бол енді. Пример история емес шығар, енді барлығына сондай болу керек деген, бірақ та бұл жерде бір махаббатты, әнді, жалпы. Жаңа сіз советский киноларды көрдіңіз ба? Мысалға, Кавказская пленницаны көрдіңіз ба? Қазір есімде жоқ, қайсылар нақты екен. Енді бала кезде қандай ана ұрлап алып қашады ғой жаңағы Шурик. Мысалы, сол киноларды көресің де, әлі күнге дейін как-то смешно, что ли? Как-то көресің де, как-то андай бір сюжет өзі бауырап ала ма? Бір Иван Васильевич меняет профессию деген сияқты. Қазақ фильмде ескі киноларын көресің де, бір сюжет бар, бір киношный язык бар да кейбір нелерінде, даже анау Қыз жібектің өзінде кадрлары, костюмдері, декорациялары, андай кәдімгідей жылқылардың әбзелдері, жаңағы кәдімгідей художниктың. Менің атым Қожа. Менің атым Қожаны в детстве воспринимаешь фильм про детские шалости. А сейчас мне, например, 34 года, я 2-3 месяца назад пересмотрел, для меня показался он не комедией, а драмой. Фильм о важности роли папы в жизни ребенка. Папасын портретіне қарайды. Анау директор ағай айтады, я знаю, у тебя фронтовик отец был, деп. Расскажите про него, деп. А там какой-то дядька на мотоцикле к его маме приезжает, ежандай. Бала кезде бала көзбен көресің да. А сейчас больно, ежандай, қарайсың, думаешь, ничего себе, да, андай кәдімгідей. О важности роли отца. Папа, деп, аңсап жүрді ана бала негізі андай. Поэтому у него такой кішкене внутренний протест. Тогда, если вы так, то я так, деп тұр ғой ана баласын. А бала кезде оны деп күліп отырып қара бересің андай. Сол сияқты. Это мастердің шеберлігі да.
балаға балаша айтады, үлкенге үлкенше айтады, андай жүрекке тигізіп. Жақсы, енді жалпы фильм саласын біраз талқылап салған сияқтымыз. Енді мен ойымша азды көпті талқыладық. Сізге жалпы шабыт не береді? Қысқаша. Маған шабыт жақсы демалыс береді. Жақсы демалсам, жақсы жұмыс істеймін негізі. Мен аптасына бір рет кәдімгідей демалған жақсы көремін. Былай негізі қазір сондай практикаға айналдырып алдым, таңертең жұмыс істеген жақсы көремін. Вообще күшті екен. Күн атты, сонымен бірге кірісіп кетеді екенсің да, обедке дейін шаршап жұмыс істеп болу керек. Мен басына негізі бізде самый андай не, ұйқы қанбайды иногда андай, андай түнде дұрыс ұйықтай алмайсың, деп жүресің андай. Сосын әйтеуір білмеймін, как-то реттеліп аласың, сосын съемка болады, съемка кезінде опять бәрі бытыс шығады, короче, қайттан бастау керек. Бірақ негізі акасы дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану, сол ғой негізі керегі. Сын мен хейтке қалай қарайсыз? Ондай болды ма жалпы? Хейт болып көрмеді, білмеймін енді. Мен де есімде жоқ. Бірақ сынды көтере берем. Сынды. Сынағанда да, мысалға менің творчествомды, менің сериалдарымды әбден сынасын, мысалға әбден айтсын. Бірақ мысалға жеке өмірге келгенде мен ешкім алай жабын аттаған жоқпын, ешкімге тиіскен жоқпын, ешкімге неткен жоқпын. Ешкімге тиіспеймін да. Тиіскім де келмейді, андай. Білмеймін, андай жас кезімде де сондай болдым. Қазір уже мысалға 34-ке келдім, уже андай жас емеспіз ғой, по-любому андай қазір 18-дегі балдарға қарайсың, нифига себе дейсің да. Сөйтсе андай Камри Сараковканың құрдастары ғой, уже кәдімгідей да андай. Уже үйленіп, отбасылы болып, кәдімгідей. Ал егерде фильмға или немесе туындыларыңызға келіп айтсам, мынау онша емес десе. Мен оны қабылдаймын. Жоқ, мүлдем. Наоборот ойлаймын, значит бұны келесі жыл мүмкін бүйтіп істеу керек еді. Көбірек уақыт бөлу керек еді. Или сіз объективті сынға мән бересіз? Мысалы бар ғой, жалпы онша емес дей беретіндер көп. Ондайлар да бар, мысалы енді шақырып айтасың, саған не үшін ұнамады конкретно, мысалы мынау. Мысалы көп адам разбер айтып бере алмайды ғой. Мейлі. Мен білмеймін, ондай қатты нетпеймін. Бізде кезінде андай, мысалға, наша казаша жасаған кезде противоречивый образдар болды. Там урок шало-казахского языка, там лейтенант Теңгебаев дейтіндер андай. Потом ана соттың анау туысқандарына бауыр басып кететіні туралы. Соны біраз бізге бетімізге басады. Неге бет көрсетесіздер деп. Сосын енді юмор ғой. Психологияда айтатын, обиделся, значит комплексует дейді. Сөйтіп айтатын. Поэтому андай вообще ренжімеу керек та. Опты, айтты. Ереге жалпы 10 жылда өзіңізді қалай елестетесіз? Жоқ, білмеймін енді, бір Құдай біледі ғой. Творчествода жүрсем, бәрібір творчество осы бір өнер саласын жоғалтпай осы салада жүре берсем, Аллаға шүкір. Мүмкін енді басқа салаға кетіп қалсам да, ол да мүмкін. Бала кезде маған ұнайтын, маған мысалға бір қоғамдық іс-шаралар, бір андай бір саяси бір қойылымдар қоятын едік қой, бір бала кезде, сондайларда бір нететінім бар енді. Кім біледі болашақта енді, бір Құдайдың қолында ниетіміз түзу. Мүмкін на госслужбе будем. Дұрыс. Ол да керек да. Мүмкін осы салада біраз қызмет етіп, тәжірибе жинап, осы мәдениет, өнер саласын дамытуға үлкен бір қызметке барып қаларсыз. Бұйырса. Айым солай болсын, бұйырсын. Енді жалпы келгеніңізге үлкен рахмет. Көрерменге тағы айтар ойларыңыз, жаңалықтарыңыз болса. Ойым, жастарға айтар ойым, енді құрметті інілерім, қарындастарым, ең бірінші аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, денсаулықтарыңызға қараңыздар, күн суықта жылы киініп жүріңіздер, творчествомен айналысыңыздар, ғылым білім үйрене беріңіздер. Расында қазір өте андай жақсы дамыған заман ғой, барлық жағдайлар бар, ақпарат жағынан да, техникалық жағынан да, барлық ресурстар бар. Сондықтан да андай цитатаны көп айтады ғой, мен жастарға сенемін деп. Бірақ Мағжан Жұмабаев сипаттап тұр ғой, қандай жастарға именно.
арыстандай айбатты дейді, жолбарыстай қайратты деген сияқты, қырандай күшті қанатты. Сол үшін сондай жастардың қатарында болыңыздар. Дүние үлкен көл дейді, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Жалпы сондай болады өзі, ұрпақ сабақтастығы деген. Сөйтіп жүріп көш жүре түзеледі дейді ғой. Менің ойымша еліміздің болашағы керемет сияқты. Ереке, сізге үлкен рахмет. Осылай шақыртуымызды қабыл алып, бүгін өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, бір жақсы әңгіме болды деген ойдамын. Енді сізден сұрамасқа болмас. Әлеуметтік желіде де бұл ән хит болып жатыр. Мен басында ойладым, негізі сіз ол нәрсені айтқан екен деп. Сол кейін бір кісілер айтады, ол искусственный интеллектпен жасалған, немесе там басқа бір пародисттер де бар негізі. Бірақ та менің жалпы біздің подкастымыздың осы жеке қорына сіздің атыңыздан осы тұңғыш президентіміздің даусымен бір әнді, бір жаңағы куплетін айтып берсеңіз, сұрамыз. Сүйкімді аққу жазып қанатын, біздің көлдің ұшып баратын, менің сәулем ал менің сәулем, сол аққудан сұлу болатын. Менің сәулем ал менің сәулем, сол аққудан сұлу болатын. Айналайын ақ сәулем, үміт отың жақ сәулем, аққу боп көңілімнің самғашы бүгін. Күнде күліп арайлым, келеме деп қараймын, бақытты бол өмірде шырайлым менің. Деген екен. Керемет. Бұл негізі Жаркенттің жігіті айтады деп естігем. Жаркенттің бір жігіті гитарамен сол әнді айтады деп естігем. Мен де осы тиктокта қателеспесем көрдім. Осы сол кісінің. Ол жігіт қателеспесем Саят Медеуевтің тағы да бір 3-4 адам дауысын салып айтады. Жалпы енді көрермендер сол жігітті осы подкасттың астына белгілесін. Осы видеоның астына белгілесін. Егер көріп жатса, бізге қонаққа шақырамыз, талантын көрейік.